Сәлем достар, бүгін бізде өте қызық тақырып танымның мүмкіндіктері мен шекаралары туралы сөйлесетін боламыз. Мирас, бұл тақырып философияда, ғылымда өте маңызды. Өйткені адамзаттың даму тікелей танымның байланысты ғой. Дұрыс айтасың, таным бұл адамның өзін және айналасындағы әлемді түсіну процесі, бірақ ол шексіз емес, солай ма? Танымның да шекарасы бар. Мысалы, бұрын адамдар микробтарды көре алмады. Ғарыш туралы нақты білмеді. Тек ғылым мен технология дамығанда ғана танымның шекарасы кеңейе бастады. Сонда танымның мүмкіндігі адамның ойлау, бақылау және зерттеу қабілетімен анықталады ғой. Дәл солай. Бірақ ең бастысы ғылыми танымның ерекшелігі ғылым факторлерге, дәлелдерге және тәжірибеге сүйенеді. Яғни ғылым сенімге емес, дәлелге сүйенеді. Күнделікті өмірде біз көп нәрсені солай шығар деп қабылдаймыз. Ал ғылым әрқашан неліктен деп сұрайды. Яғни ғылым сенімге емес, дәлелге де сүйенеді. Күнделікті өмірде біз көп нәрсені солай шығар деп қабылдаймыз. Ал ғылым әрқашан неліктен деп сұрайды. Бірақ қуаныш, ғылым қанша дамыса да, біз бәрін біле алмаймыз ғой. Дұрыс, танымның шекарасы үнемі бірақ ол кеңейіп отырады. Әр жаңалық және сұрақ туғызады. Демек, таным шексіз сапар, ал оның шекарасы уақытпен адамның мүмкіндігімен анықталады. Дәл айттың. Сондықтан танымның шекарасы бізге кедергі емес, керісінше жаңа білімге ұмтылуға себеп. Керемет қорытынды. Ал сіздер, құрметті тыңдармандар, танымның қандай шекараларын кеңейткілеріңіз келеді? Осы сұрақпен бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эпизодта кездескенше.